10 наурызға арналған күнделікті, нақты, сапалы жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып есту үшін арнаға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сонда сіз бірінші болып естисіз. Лайк басып пікір қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқты бұл күн жақсы жаңалықтармен және жағымды кездесулермен қуантады. Кейбір тоқтыларда ұзақ уақыт мазалаған мәселелер өзінен өзі шешілгенін біледі. Жұмыс ауыстыру немесе ұзақ мерзімді серіктестікті бастау туралы қызықты ұсыныстар болуы мүмкін. Мансабы тұйыққа тірелді ме деп уайымдағандар алаңдаудың бекер болғанын түсінеді. Күннің ортасы әсіресе жақсы идеяларға бай болады. Осы уақытта пайда болған батыл жоспарларды сіз ескі одақтастарыңыз бен жақын адамдардың қолдауының арқасында жүзеге асыра аласыз. Сонымен қатар жаңа таныстықтар үшін де қолайлы кезең. Түйсігіңіз алғаш рет кездескен адамдар туралы дұрыс әсер қалыптастыруға көмектеседі. Кешкі уақыт ерекше шараларға баруға немесе жаңа іспен айналысып көруге қолайлы. Пайдалы нәрсені үйренуді бастаған тоқтылардың дүниетанымы кеңейе түседі. Дегенмен шамадан тыс жүктемеден аулақ болуды ұмытпаңыз және демалуға жеткілікті уақыт қалатындай етіп күнді жоспарлаңыз. Торпақ көп нәрсе сіз күткеннен де жақсы жүзеге асады. Егер уақытты босқа өткізбей, батыл әрекет етсеңіз, жиналып қалған жұмыс мәселелерін тез шешіп, тәжірибелі әріптестеріңізді де тығырыққа тіреген тапсырмаларды орындай аласыз. Жетістіктеріңіз назардан тыс қалмайды, дәл сізбен жұмыс істегісі келетін адамдар соны байқайды. Әріптестермен қарым-қатынасты жақсартуға, бұрын байланыстан қашқақтап жүрген адамдармен тіл табысуға мүмкіндік болады. Іскерлік кездесулер жақсы өтеді, мұнда сіздің тартымдылығыңыз да маңызды рөл атқарады. Көптеген торпақтар ықпалды адамдармен бейресми жағдайда сөйлесудің мүмкіндігін жібермейді, бұл өз пайдасын тигізеді. Бұл күн ұйымдастыру мәселелерін шешуге, құжаттармен жұмыс істеуге, мемлекеттік ұйымдармен байланыс жасауға қолайлы. Сіз әдеттегіден де ұқыпты болып, ұсақ түйекке мұқият қарайсыз, бұл қателіктерден аулақ болуға көмектеседі. Егіздер барлығы сіз қалағандай болмай жатса да, оған философиялық тұрғыдан қарауға тырысыңыз. Кейде ең қарапайым мәселелерді шешу үшін де күш салуға тура келеді. Бұл күн әсіресе іскерлік тұрғыдан оңай болмауы мүмкін. Кейбір егіздерге өздері алыс жүргісі келетін адамдармен жұмыс істеуге және олармен тіл табысуға тура келеді. Қиындықтарды еңсерудің жолын табасыз, бірақ бәрі бірден бола қоймайтынына дайын болыңыз. Алғашқы сәтсіздіктен кейін жоспардан бас тартпаңыз. Ең табанды жандар керемет нәтижелерге қол жеткізе алады. Алайда көмектесетін адам табыла бермейді, сондықтан көбіне өз күшіңізге сүйенуге тура келеді. Сүйікті адамыңызбен қарым-қатынас көңіл көтереді, ол сізді қолдауға, қуантудың немесе жағымды тосынсый жасаудың жолын табады. Сонымен қатар жаңа адамдармен танысқысы келетіндер мен жаңа романтикалық қатынасты бастауға қарсы емес жандар үшін де күн қолайлы. Шаян. Күннің басында жылдам әрекет еткен жөн. Бұл уақытты тиімді пайдалануға тырысыңыз. Жұлдыздар сіз үшін маңызды істерге назар аударуды ұсынады. Басымдықтарды дұрыс қойсаңыз, көптен бері ұмтылып жүрген мақсатыңызға жетесіз. Пайдалы таныстықтар болуы мүмкін. Кейбір шаяндар жаңа іскерлік байланыстар орнатып, соның арқасында көп ұзамай қызықты ұсыныстар алады. Күннің бірінші жартысы жеке қарым-қатынастар тұрғысынан да қолайлы. Достармен әңгіме көңіл күйді көтереді, ал сүйікті адаммен қысқа кездесуде шабыт сыйлайды. Алайда уақыт өте келе жағымды үрдістердің әсері әлсірейді. Күннің екінші жартысында назарды шоғырландыру қиындай түседі, ал кейбір шаяндар шаршаудан ашушаң болуы мүмкін. Сондықтан кешке аса күрделі немесе шаршататын істерді жоспарламаған дұрыс. Бұл уақыттың отбасылық қаржы мен ортақ мүлікке қатысты маңызды шешімдер қабылдамаған жөн. Арыстан көптен бері ойлап жүрген нәрселерді жүзеге асыратын уақыт келді. Жұлдыздар сіздің жағыңызда болады, олардың қолдауының арқасында қарсыластарыңызды жеңіп бәсекелестерден оза аласыз. Көптеген арыстандар өз көзқарасы мен қызығушылықтарын бөлісетін адамдармен кездесіп, жаңа одақтастар табады. Бүгін басталған іскерлік қатынастар уақыт өте келе достыққа немесе тіпті романтикалық байланысқа айналуы мүмкін. Бірақ мұнда сіздің қызығушылық танытуыңыз маңызды рөл атқарады. Ескі серіктестермен немесе достармен шағын келіспеушіліктер болуы ықтимал.
Барлығын тез арада реттеуге болады, дегенмен бірнеше жағымсыз сәттерден өтуге тура келеді. Ешкімді ренжітпеу үшін әдепті әрі сыпайы болуға тырысыңыз, бұл ойлағандай қиын емес. Бүгін сапарға шығатын немесе ерекше шараларға баратын арыстандар көптеген жарқын әсер алады. Күннің екінші жартысы өміріңізге жаңа нәрсе енгізу үшін қолайлы болады. Бикеш күннің басы сіз күткендей сәтті болмауы мүмкін. Таңертең істерде кідірістер, жақындарыңызбен немесе әріптестеріңізбен келіспеушіліктер, сондай-ақ көңіл күйді түсіретін жағымсыз жағдайлар болуы ықтимал. Дегенмен барлық қиындықтарға қарамастан, сіз жоспарларыңыздан бас тартпайсыз және көп ұзамай ойлағаныңызды қалай жүзеге асыруға болатынын түсінесіз. Көптеген бикештерге бұрынғы тәжірибе көмектеседі. Егер өзіңізге сенімді болмасаңыз, сенімді одақтастарыңыздан көмек сұраған дұрыс. Ал жаңа таныстардың кеңестеріне абай болған жөн, тіпті олар шын көңілмен айтылса да. Сізді әлі жақсы білмейтін адамдар жағдайды дұрыс бағаламауы мүмкін. Уақыт өте келе жағымды үрдістердің әсері айқынырақ байқалады. Бұл өмірдің барлық саласына қатысты, бірақ ең үлкен өзгерістер жеке қарым-қатынастарда болуы мүмкін. Егер соңғы кезде жақындарыңызбен жиі ұрысып, тіл табысу қиын болған болса, бүгін бәрін түзетуге мүмкіндік бар. Таразы, әсіресе жаңа істерді бастамақ болсаңыз, абай болған жөн. Өз күшіңізді асыра бағалап, жалғыз өзіңіз орындай алмайтын іске кірісіп кету қаупі жоғары. Уәде беруге асықпаңыз және өзіңізді маңызды міндеттемелермен бірден байланыстырмаңыз. Өткен айтқан сөзіңізде тұру сіз ойлағаннан әлде қайда қиын болуы мүмкін. Ақшаға қатысты мәселелерде сақ болу қажет. Әдетте үнемшіл таразылардың өзі бүгін артық шығынға бейім болуы мүмкін. Қажетсіз зат сатып алмас бұрын, немесе ойын-сауыққа көп ақша жұмсамас бұрын 2 рет ойланыңыз. Жақындарыңызбен сөйлескенде ерекше нәзіктік танытқан жөн. Сізге қымбат адамдар бүгін өте сезімтал болуы мүмкін. Сондықтан 2-3 әзілдерден, мысқылдан және қатты сын айтудан аулақ болған дұрыс. Кешке ерекше жағымды бір нәрсе жоспарлаңыз, күш-қуатыңызды толықтырып, жақсы көңіл күй жинау сізге пайдалы болады. Саршаян күрделі істерді жалғыз бастауға қорықпайтын немесе ұзақ уақыт кейінге қалдырылған жұмысты аяқтауға тырысатын саршаяндарды сәтті күн күтіп тұр. Барлығы өздігінен оңай бола қоймайды, еңбектенуге тура келеді, бірақ жалпы жағымды үрдістер басым болады және көптеген бастамаларыңызда жұлдыздардың қолдауын сезесіз. Бұл іскерлік келіссөздер болашақ серіктестермен немесе жұмыс берушілермен кездесулер үшін жақсы күн. Сіз өзіңіздің мықты жақтарыңызды көрсете аласыз және әдетте адамдарға сенімсіз қарайтындардың сеніміне ие боласыз. Көптеген саршаяндар үшін бұл күн мансаптағы жаңа кезеңнің басталуымен байланысты болуы мүмкін. Достармен кездесулер өте жақсы өтеді, романтикалық кездесулер де көңілден шығады. Соңғы уақытта жақындармен жиі дауласқан саршаяндар қарым-қатынасты жақсартылады. Кешкі уақытта отбасылы саршаяндарға жағымды жаңалықтар күтіледі. Тіпті шағын үй мерекесін ұйымдастыруға себеп болуы мүмкін. Мерген, егер сіз ақылға сүйеніп, өз күшіңізді асыра бағаламасаңыз, күн жаман өтпейді. Барлығы сіз күткендей болмауы мүмкін, бірақ бұл үлкен мәселе емес. Көптеген мергендер жоспарларын өзгертіп, мүлде жаңа нәрсе ойлап табу мүмкіндігіне қуанады. Тәжірибелер мен импровизациялар сәтті болады, бірақ шамадан тыс тәуекелге бармаған жөн. Жұмыста жетістікке жетуге болады, бірақ бұл жерде жол-жөнекей үйрену, басқалардың тәжірибесін қабылдау және жақсы идеяларды тез іліп әкету маңызды. Барлығын өз бетімен істеуді таңдаған мергендерге біраз қиын болуы мүмкін. Ал командамен жұмыс істейтіндерге табысқа жету үшін аса көп күш салудың қажеті болмайды. Күннің екінші жартысында жағымды үрдістер күшейіп, қуанышты жаңалықтар әкелуі мүмкін. Бұл достармен кездесуге, сапарға шығуға немесе бейресми шараларға баруға қолайлы уақыт. Сүйікті адаммен ұзақ уақыт бірге жүрген мергендерді кешке жағымды сәттер күтіп тұр. Тәуешкі жұмыста айтарлықтай жетістіктерге жетуге мүмкіндік болады. Сіз бірден байыпты көңіл күйге көшіп, ұсақ түйекке уақыт жұмсамайсыз және ештеңені назардан тыс қалдырмайсыз. Кейбір тәуешкілерге бәрі оңай берілсе, басқаларына көбірек күш салуға тура келеді, бірақ бәрібір нәтижеге риза болады. Маңызды іскерлік келіссөздер сәтті аяқталуы мүмкін. Ұзақ мерзімді серіктестік туралы ұсыныстар да болуы ықтимал.
Кейбір тауешкілер өздері өте перспективалы деп санайтын жобаларға қатысу мүмкіндігін алады. Қаржы жағынан да күн қолайлы. Жаңа көздерден ақша түсуі мүмкін, тіпті бұл айтарлықтай үлкен сома болуы ықтимал. Сонымен қатар бұрын алған қаражатты дұрыс пайдалана аласыз. Кейін өкініш тудыратын келісімдер жасамайсыз. Кешкен отбасылық мәселелерге көңіл бөлу керек болуы мүмкін. Жақындарыңыздың бірі сіздің қолдауыңызға мұқтаж болуы ықтимал. Су құйғыш көптен бергі арманыңызды жүзеге асыруға немесе маңызды тілегіңізді орындауға мүмкіндік туындауы мүмкін, бұл мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Бүгін жұлдыздар сіздің жағыңызда, сондықтан бұл жағдайды барынша тиімді пайдаланыңыз. Күнді маңызды істерден бастап, қажетті нәтижеге жеткенше ұсақ түйекке алаңдамауға тырысыңыз. Іскерлік қарым-қатынастарда жақсы өзгерістер болуы ықтимал. Егер бұрын әріптестеріңізбен жиі келіспеушілік туындаса, бүгін олардың шынайы себебін түсініп, қарым-қатынасты барлығына жайлы ете аласыз. Кейбір су құйғыштар басшылықтың қолдауына ие болып, жұмысты жаңа тәсілмен ұйымдастыру арқылы оны жеңілдетеді. Жеке қарым-қатынастарда да жағымды үрдістер басым болады. Сіз жақындарыңызды жақсырақ түсіне бастайсыз, ал олар да сізге жиі қолдау көрсетеді. Кейбір белгі өкілдері бұрынғы таныстармен кездесіп, маңызды мәселелерді талқылауы мүмкін. Балықтар күннің басы өте өнімді болатындықтан маңызды істерге таңертеңнен кіріскен дұрыс. Сіз күрделі тапсырмаларды шешуге үлкен ынтамен кірісесіз, бірақ бәрі бірдей бұл ынтаны бөлісе бермеуі мүмкін. Дегенмен бұл кедергі болмайды. Күмәнді пікірлер де, біреудің мысқылдары да сізді шатастыра алмайды. Басында ешкім қолдамаса да, мақсатқа жақындай бастағанда көмек көрсететін адамдар табылатыны сөзсіз. Күннің ортасы оқу, шығармашылықпен айналысу және жаңа идеяларды жүзеге асыру үшін өте қолайлы. Бұрын қиын көрінген нәрселерді тез түсініп, көпшілікті тығырыққа тіреген сұрақтарға жауап табасыз. Осы уақытта алған білім көптеген балықтарға жақын арада мансапта өсуге көмектесуі мүмкін. Күннің екінші жартысында іскерлік саладағы жағымды әсер аздап бәсеңдеуі мүмкін, бірақ жеке қарым-қатынастарда керісінше күшейеді. Бұл бастама көтеруге, біреуді кездесуге шақыруға немесе сезіміңізді білдіруге өте қолайлы уақыт.